Ассалаумағалейкум ағайын. Біздер бүгін Ақтау қаласының автобөлшектер базарындамыз. 27-ші микрорайондағы Сити Центр дейтін. Енді өзіміз Зеленый базар дейміз. Соның 59-ші контейнеріндеміз. Бүгінгі видеоны не үшін түсіріп жатырмыз? Жалпы мен өзім осында жұмыс жасаймын. Енді запчасть алатын адамдар келген кезде үлкен ағайлар болады, жас жігіттер де келеді. Көбісі мысалы эстода айтып жібереді, мынандай затың кетіп жатыр деп та, мысалы салимблогың кетіп жатыр дейді, или амортизаторың кетіп жатыр дейді. Сол келеді да сұрайды, мысалы сондай зат керек еді, мысалы салимблог керек еді, түрі қандай болады, көруге бола ма соны деп та, мысалы сол үшін халық біліп жүрсін қандай заттар екенін деп түсіндірме видео. Жалпы бағасын да айтатын боламыз бәрі заттардың. Осы 2022 жылы бағалары қандай болып жатыр екен, қандай қызмет атқарады, не үшін кетіп қалады деген сияқты. Енді ең бірінші болғанда осы Camry 50-лік Camry машинасы ғой, енді қазақтардың жақсы көретін ең көп машина. Соның енді осал тұстары, көбінесе қай заттар кетеді, соларды көрсететін боламыз. Ең бірінші двигательден бастайық. Машинаның моторын креплениелері болады. Оны 4 подушка ұстап тұрады моторды машинада. Подушкілері, 5 подушка. Но передний подушкасы, сосын задний болады, артқы подушка. Сосын сол оң, екі жағында 2 подушка. Алдында, артында. Сосын верхний подушка. Гантель дейміз біздер. Осындай гантель подушка дейді. Осындай подушкілері болады. Так, бағаларына келетін болсақ, мына үлкендеу подушкілері где-то бір 10 мың, 12 мыңның айналасы, одан да жоғары. Ал мына гантель подушкасы 8 мың теңге. Бұлар енді китайский бағалары, китайский запчасти. Ары қарай айтатын болсақ, машинаны двигательді не зат қыздырады? Мынандай стартер дейтін зат, міне. Осы зат двигательді айналдыратын. Осыдан кейін қызып кетеді кілтті айналдырған кезде. Оның істеу жұмысын түсіндірейік. Кілтті ашасыңыз, бұраған кезде мына втягивающий дейтін заты бар. Осы мына бендикс былай қарай итереді. Сол кезде мына бендиксі алға қарай шығады бүйтіп. Сосын моторды айналдырады. Сол кезде қызып кетеді. Одан кейін қайтып ішіне кіріп кетеді. Мына жерде щетка тұрады. Олар бөлек-бөлек бар. Бұл стартердің бағасы 30 мың теңге. Бендикс дейтін мына зат бөлек тұрғанда, мынаның басында тұратын. Бұның бағасы 8 мың теңге. Сосын щетка, стартердің щеткасы мынандай болады. Бұның бағасы 4 мың теңге, китайский. Бендикс мынау Зеккерт фирма, германский. Ары қарай генератор. Генераторды айтатын болсақ, генератор дейтін мынандай зат. Мынандай ременьмен айналады, басында ролигі болады. Шкиф дейді ғой. Так, мынау енді дәл 50-ліктікі емес, жалпы Camry'дікі. Бағасы 28 мың теңге, китайский. Осының бөлшектері енді бұл неден тұрады? Мынандай диодный мостик болады. Мына жерде 12 диодтық. Бұның 6 диод, 12 диод 2 түрге бөлінеді. Осы Camry'дің көбісіне кетеді. Бұның бағасы енді мынау дұрыс түрі 22 мың теңге. Одан кейін реле регулятор дейтін зат тұрады. Ол да мына штекерді көріп тұрсыз ба? Осы реле регулятор. Мынау енді 50-лік Camry'дің өзінікі. Осындай болады. Бұл реле 14 мың теңге. Бұл да качествосы сапалы. Сосын щетка генератора. Осындай болады. Бұның бағасы 3 мың теңге. Бұл да качествосы жақсы. Ал ары қарай айтатын болсақ, двигательдің бетінде клапанный крышка дейтін зат болады. Ол енді ең көрініп тұратын зат. Соның прокладкасы бетінен май ағып тұрса, осыдан болуы әбден мүмкін. Крышканың прокладкасы, бұлар китайские 4 мың теңге тұрады. Так, ары қарай оның астында клапандар тұрады.
мына басқа машинанікі көрсете берейін, қазір іздеп тұру керек. Так, клапандары мынандай зат, міне машинада неше клапан, мысалы 16 клапан дейді, 32 клапан, 24 клапан, 8 клапан дейді, әртүрлі бөлінеді. Ал мынау клапан сальник, мына осының басында тұратын. Машинаңыз май жеп, глушительінен көк түтін шығып тұрса, осы клапан сальниктер кетіп қалғаннан кейін болуы мүмкін. Олар не себепті кетіп қалады? Уже енді жылдар өткен сайын, машинаның пробегі айналған сайын, олар уже тозып бастайды. Құрамы кетіп қалады резиналарының. Сол үшін уже май жеп бастайды клапаны. Сосын головка прокладка дейтін осындай зат болады. Мына жерінде поршендар отырады. Су жүретін, май жүретін тесіктер. Мысалы, машина V6, V8 деп отырады ғой. Мынау V4-тікі. 4 цилиндрлі 2/2 камеридікі бұл. Енді сіздікі 2/5 болса, ол да 4 цилиндрлі болады, бірақ бұдан басқа. Әрі қарай, так, машинаның роликтері болады. Мынау сыртқы ременнің, мынау сборе натяжителі, камеридің 50-ліктің. Бұл сборе 15 мың тұрады. Ал бөлек-бөлек алатын болсаңыз, роликтері мынау 5 мың теңге үлкені, а мынау 4 мың теңге. Бөлек-бөлек де сатылады, сборе де сатылады. Так, ремендер. Енді мынандай әртүрлі ремендер бөлінеді. 6 полоска, 7 полоска, 4 полоска, 3 полоска. Камеridікі енді 2 ролик, 2 түрлі ремень болу керек. Әрі қарай айтатын болсақ, машинаның охлаждениесі ғой. Охлаждение дейді. Суы көтеріліп, суының несін ұстап тұратын, градусын қалыпты температурада ұстап тұратын андай радиатор болады. Бұл да енді 50-ліктікі енді келеді, пока жоқ. Мынау 45-ліктікі. Енді бұның бағасы 42 мың теңге. Так, ары қарай енді термостат дейтін заттарын да көрсетіп кетейін біратала. Сосын датчиктері болады судың, оларды да көрсетіп кетейін. Термостат дейтін мынандай зат. Бұл машинаның, мысалы, өзінің градустары болады, мынау 82-де ашып, 95-те жабады. Ол бір трубканың, я болмаса, өзінің бір орны болады, мынау сияқты. Осының бойына су жүреді, мына жақтан су келеді, мысалы. Градусы 82 болып тұрған кезде мына жер жабық тұрады. Ал уже 83-тен кейін ашатын болса, 83 болған кезде мына жерде өзінің несі бар, клапаны бар, сол ашылады, сол кезде суды өткізеді, сондай қызмет атқарады. Әрі қарай, мынау датчик температуры дейді. Бұл вентиляторды қосатын датчик. Радиаторда тұрады, камериділердікі. Термостаттың бағасы 5 мың теңге. Мына датчикте жалпы 2,5-нан басталады. Именно осы датчик Stellox, бұның да качествосы жақсы, 5 мың теңге. Әрі қарай айтатын болсақ, так, ходовойға келейік. Ең бірінші амортизатор. Амортизатор дегеніміз дәл осы зат. Камеридың передний амортизаторы. Бұл Stellox фирма. Качествосы бұныкі жақсы, 30 мың теңге тұрады. Китайскілері 15 мыңдардан басталу керек. Амортизатор деген осы зат. Сосын бұның үстінде пружина дейтін зат мынандай болады. Оның комплектісі 15 мың теңге тұрады. Пружина мына жерге амортизаторға былай отырады. Одан кейін бұның үстінде мына жерде опора дейтін зат тұрады. Бұл опора міне мына жерде ортасында тесігі бар. Ортасымен барып
мына жерде амортизатордың мына шток деп айтамыз бұны. Штокқа барып отырғызылады. Мынау пресс болғанда мына пружин салатын өзінің құрылғылары бар. Сонымен қысып тұрып, мынаны отырғызғаннан кейін мына жерінен мына гайкасымен тартып тастайды. Сол кезде сборы тұрады да ол. Пружина 15 мың. Опораның бағасы бір штугы Китай еп 8 мың теңге. Серга стабилизатора. Серга стабилизатора дегеніміз машинаның оңға, солға, алға, артқа қимылдауына жауап береді. Так, ары қарай дальше. Пыльниктер. Амортизатордың жаңағы үстінде тұратын пыльниктері. Барып жаңағы опораға мысалы былай киіледі. Енді мынау задний ненікі, опораныкі. Жалпы переднийдікі бұдан жалпақтау болады. Бұның бағасы 2 мың теңге. Сосын рулевойға келетін болсақ, рулевой рейкі машинада рульдің жеңіл болуына жауап береді. Соның басында мынандай пыльник тұрады, рулевой рейкінің екі жағында. Бұл пыльникке келіп, мынандай рулевой тяг киіледі. Жалпы машинада тұрған кезде примерно бүйтіп тұрады. Енді шаң кіргізбеу үшін қорғап тұратын пыльник қой. Осы тягыға рулевой наконечник киіледі былайына. Бағаларына келетін болсақ, рулевой тяга 7 мың теңге, наконечник тоже 7 мың теңге. Фирма Патрон, качествосы жақсы. Ал енді бұның не үшін кетеді? Жалпы көбінесе енді жаман жолдардың кесірінен ғой, любой запчастьтің кету себебі бастар ойнап кетеді. Ішінде шаровая опора дейді бұның бәрін. Іші ойналатын болғасын. Осы. Так, ары қарай. Машинада рычаг дейді передний, гитара дейді. Біздерді енді гитара деп айтамыз, қазір сіздерге көрсетем. Ал ары қарай айтатын болсақ, шаровой. Шаровой машинаның мынандай рычагында тұрады, міне осы жерінде. Машинаның астында тұратын зат. Бұл жерде 3 түрлі деталь болады, бөлек-бөлек. Шаровой. Шаровойдың бағасы 4 мың теңге, китайский. Так, мынаны конфетка салимблок дейді. Себебі конфета тәрізді. Мына жерінде тұрады. Бұның бағасы 3 мың теңге. Сосын таблетка салимблок. Мына рычагтың мына басында тұрады. Бұның бағасы 3 мың теңге, китайский. Ал мынау сборе 14 мың теңге. Рычагтың өзі сборе. Көбінесе енді бұны удар болғаннан кейін, машина соқып қалғаннан кейін майысып болады, сол үшін ауыстырады. Жалпы былай-былай бөлек-бөлек детальдарын ауыстыра берсеңіздер болады. Әрі қарай жаңа роликтеріне қосатын болсақ, тағы да Тойоталарда көп кездесетін роликтер мынандай 5 мың теңгеден бағалары, китайский роликтер. Так, аяғына дөңгелегіне келетін болсақ, дөңгелектерінде ең бірінші біздің көретініміз мынандай гайкілер мен шпилькалар. Шпилка дейтін мына жерінде тұрады, ступицаға қатырылып. Мынау енді үлкен машинаныкі. Гайкілері былай. Мына жерге аяқ келіп қатырылады. Енді бағаларын айтатын болсақ, енді мыналар майда шүйде 500 теңге. Так, ступицаға келетін болсақ, мынау Камридің алдыңғы ступицасы. Мынау соған бөлек подшипник. Подшипнигі 8 мың теңге, ступицасы да 9 мың теңге. Китайский бағалары.
подшипник енді келісіп не істеуге болады ғой. Так, задний ступицасы бұл құйылған деп айтылады, литый дейді ғой. Енді бұл бөлек ауыспайды, бұндай бол подшипниктері. Мынау так сборе бағасы 25 000 теңгенің жобасы болу керек. Қазір ұмытып қалыптым точно. Жаңа шпилькалары осындай. Әрі қарай айтатын болсақ, датчик ABS. Машинаңыздың ABS-і қайта-қайта жанып кетіп жүрсе, онда осы датчиктен қандай зат екенін қарап алыңыздар. Мынандай шнурмен, басында штекері мынандай. Мынаның басы магнит болады. Мынау айналған кезде гранаттың сыртындағы тісін санап тұру керек, походу. Магнитный ғой мынау енді. Тісі санап тұрады да. Әрі қарай тормозына келетін болсақ, тежеуіш. Мынау артқы тормоздары 8 000 теңге, елу Camry. Мынау алды 9 000 теңге. Арты Хайкю, алды SRR. Жалпы жұмсақ, жақсы головкалар. Так, сәлем блоктарына келетін болсақ, айтпақшы ұмытып кеткенім, мынау артқы сәлем блок, продольный сәлем блок деп айтылады. 2000 теңгеден болады. Сосын мынау задний тягалары, развальный тягалары. Мынау развальный, мынау не развальный, екіге бөлінеді. Бұдан 2-2-ден 4-еу тұрады. Продольный сәлем блок дейді ғой. Сосын бұның басында Саффаның сәлем блогы тұрады. Олар тоже 2000 теңгеден, кішкентай сәлем блоктар. Солай достар. Сәлем блок дейтін осындай заттар. Көргендеріңіздей. Сосын тағы да ұмытып кеткенім гранатын көрсетейін. Гранаттарына келетін болсақ, шрус дейді ғой. Біздер енді гранат деп айта береміз. Мынандай болады, Camry'дікі. 26-32 болу керек тісі. Гранат дейтін осындай зат. Мынау сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Бір машинада алдыңғы жетек болса 4-еу тұрады, а полный привод болса уже 8 болады. Мынау сырты. Сыртының бағасы 14 000 теңге. Мынау ішкісінің өзі екіге бөлінеді. Оң жақ және сол жақ. Ішкінің оң жағы көп машиналарда осындай ұзын болады. Ішкі гранаттың оң жағы. Сол жағы дәл жаңағындай тәрізді қысқа болады, басы мынандай болады. Примерно 150 мм-дей. Бұның бағасы енді оригинал Зеккерт, германский 42 000 теңге болу керек. Мына жерінде приводной подшипник дейді. Приводтың подшипнигі болады. Ол да бөлек ауысады, гуілдеп кетеді. Сосын дрожжение де осыдан болады дейді кейбіреулері. Жалпы гранат кетсе қандай белгілері дейді ғой енді. Қытырлап дауыс шығады. Іші кетсе тіке жүргенде, сырты кетсе, бұрған кезде, бұрып газды басқан кезде тықырлап дауыс шығады. Түсірдік. Соңғы айтып кететін зат ұмытып кетіппін ғой. Мынау салонный печкінің вентиляторы дейді. Енді кондерға да жауап береді, печкаға да жауап береді. Осындай болады. Бұл енді бушный, оригинал. Денсо ғой, Toyota. 30 000 теңге. Сосын мынау коробканың фильтрі. Мынау енді 200-діктердікі, 200-кі. Бұлардың бағалары енді әртүрлі. Ең арзаны примерно 5 000 теңге китайский. Дұрыс түрлері уже 30-40 мыңға кетіп қалады. Сіздерге осы видео көмектескен болса, біліміңізді кішкене арттырып, соған біздер көмектесу үшін осы видео. Өстіп, уақытыңызды бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алмаз Естурганов. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.